Бәріне сәлем. Алдыңғы сабақта біздер авторизацияға API жасаған болатынбыз. Бүгін енді біздер регистрацияға API жасаймыз. Ол үшін Django REST Framework'a кіріп, API Guide, сосын Views дегенді басамыз. Бүгінгі сабақта мен екі түрлі мысал көрсетем. Біріншісі ол Class-based Views, яғни осы класс түріндегі view мен жұмыс жасаймыз. Ең алдымен осыған ұқсатып, регистрацияға арнап классымызды жазып шығамыз. Ол үшін кодқа барамыз, users және views деген файлды ашамыз. Осы жерде міне код жазуға мысал тұр. Бұл жерде барлығын кетіріп тастап, жаңадан бастасақ болады. Алдымен кодты кетіргеннен кейін, ең алдымен керекті кітапханаларды енгізейік. Ол бізде REST Framework кітапханасынан API View деген класс керек. Енді осы класстан біз мұрагерлікке алып, user registration API View деп жаңа класс ашамыз. Яғни әзірге pass деп қоя салайық. Яғни біз post деген методың ішінде бізге қандай деректер керек, сол деректерді сұрап, сол деректер арқылы адамдарды базаға құрастыратын боламыз. Енді былай жасайық. Осы users'ın ішінде serializers деген файл ашайық. Serializers деген, яғни сериализаторлар. Біздің модельдегі мына объектімізді JSON түріне конвертациялайды. Сол үшін REST Framework serializers модулін импорт жасаймыз. From REST Framework import serializers. Және өзіміздің юзерге осы арналған сериализаторымызды жазайық. Мысалы, класс user serializer. Және ол serializers'тан serializer model serializer деген класстан мұрагерлікке алады. Біз бұл жерде беру керек екі нәрсе бар. Яғни біз сериализаторда қандай деректер керек, соны сұрау үшін пайдаланамыз. Және екіншіден қандай деректерді қайтару керек. API сұранымнан сол деректерді толықтай жазып шығамыз. Ең алдымен біздер осы сериализатор ішінде meta деген класс ашамыз. Және ол жерде бізге қандай жолдар керек, сол жолдарды толықтай көрсетіп шығамыз. Мысалы, біздің модель, ол user деген модель болу керек. Оны user дегеннен алайық. From users import models. Енді осы models'та бізде user деген модель бар. Соны алады. Және ID мына жерге тағы да қоссақ болады. Email, пароль және мына жерге first name қосайық. Last name, email, пароль, username және біз осы жерде енді өзіміздің қолданушыны құрастыру үшін ең алдымен create методын қайталап жазайық. Ол үшін біз user тең болады models user objects және create дейміз. Осы create'нің ішінде қандай жолдар толтыру керек, сол туралы ақпараттарды жазамыз. Мысалы, username және email және first name және last name. Енді осы адамды сақтау керек, бірақ сақтамас бұрын оған пароль қою керек. Сол пароль қою үшін біз былай жасаймыз. User set password және validated data деген ол тексерістен өткен деректер. Сол деректерді парольді алып set password деп жасаймыз. Және соңында қолданушымыз сақтаймыз да соны қайтарамыз. Енді бұл жерде адам пароль енгізген кезде оның паролін екі рет қайталап сұрауға болады. Солай жасау үшін біздер мынандай әрекеттер жасаймыз. Мына жерде password, яғни бұл serializer деген модульден char field деген жолды таңдаймыз.
осы класс арқылы сипаттаймыз. Яғни ол write only true десек, ол тек осы парольді жазғызады, бірақ қайтармайды. Яғни бізге парольді кері ала алмаймыз. Біз оны жаза аламыз, бірақ кері базадан парольді ала алмаймыз. Және парольді біздер міндетті жол ретінде таңдағымыз келеді. Сосын required true деп береміз. Ал осы парольді қайталап, оның дұрыс екеніне көз жеткізу үшін біздер password confirmation сұрасақ болады. Password confirmation, яғни осы парольді адам 2 рет қайталап жазу керек. Сол кезде оның паролі, ол адам паролін дұрыс бергендігі туралы бізде тексеріс болып есептеледі. Ол үшін тағы да serializers, char field, және тағы да write only және required true деп береміз. Осы жерді бергеннен кейін біз password confirmation'ды парольден кейін жолдардың қатарына қосу керекпіз. Және мына тексерісті алып тастасақ болады. Extra keywords'ның ішінде біздер қандай тағы да басқа жолдарға міндеттемелер берсек болады. Мысалы, пароль және password confirmation қайтпау керек. Келесі мысалы first name required дедік. Required деген, яғни бұл жол міндетті түрде толтырылуы керек деген сөз. Сол сияқты last name'ға да беріп қояйық мысалы. Және email, оның поштасы міндетті түрде болу керек деп қойсақ болады. Және username мысалы. Бұл жерде бізге комментарий керек емес. Біз керек жолдарымызды алдық. Яғни осы жолдар валидациядан өтеді, және сол валидациядан өткеннен кейін біздер осылай оларға қол жеткізе аламыз. Біздің пароль мен password confirmation екеуі бірдей немесе бірдей емес екенін тексеру керек. Ол үшін біз мысалы create'дің алдына validate деп метод ашамыз. Және оның ішінде біздер парольдерді тексеретін боламыз. Мысалы бізде password деген жол атрибуттардың қатарында болса, және password confirmation екеуі осы біздің атрибуттардың қатарында болса, біздер былай жасаймыз. Яғни екеуін салыстырамыз. Егер пароль мен password confirmation бір-бірімен бірдей болмаса, password field don't match деген қатені қайтаратын боламыз. Енді, ал егер олай болмаған жағдайда validate other дегенді қайтарсақ болады. Бұл жерде бізде ешнәрсе қайтармайтынын көріп тұрық, сол себепті бірден атрибуттарды қайтарсақ болады. Сериализаторымыз жазып болдық. Енді осыны біздер регистрацияның viewset'інің ішінде пайдалану керекпіз. Оны пайдалану үшін бірінші мына жерге import жасаймыз. From users import user. Так, users serializers user serializer деп. Негізінде біздер user'дан бірден импорт жасай салсақ болады. Себебі, егер болашақта serializer'ның ішінде көп класс болатын болса, бізге осылай ыңғайлырақ болады. Мынаның ішінде serializer'ды аламыз. Және ол user serializer data деп біз request, яғни біздер JSON арқылы берілген данныйды аламыз. Енді осы serializer бізде, яғни дұрыс па дұрыс емес па тексеру үшін serializer is valid деген функциясы арқылы тексереміз. Is valid. Егер бұл дұрыс болса, біздер қолданушымызды осылай аламыз, user деп. Save-тан кейін, яғни save-ті шақырсақ, ол мінеки. Сонында сол объектіні қайтаратын көріп тұрқ. Сол үшін біз user деп, save-тан кейін user-ді аламыз да, осы жерде жауап қайтарамыз. Response-ды алдымен біздер import жасайық.
ол фреймворктың response деген модулінде response, return, response дейміз. Және біздер былай жасаймыз. Қандай да бір хат жібереміз, message. Мысалы, user registered successfully. Және қандай адам қосылған туралы ақпарат берсек болады. User және serializerден осы адамды сериализаторға салып JSON түріне көшірсек болады. User serializer, user және нүкте data деп береміз. Енді осы біздің статусты қайтару керекпіз. Статусты қайтару үшін тағы да response'дан статусты импорт жасап алайық. Бізде статус HTTP 201 болады. Мына жерде сіздер қандай статустар қай жағдайда қолданылатынын оқып алсаңыздар болады. Яғни бізде барлық сәтті шыққан статустар 200 санмен басталады. Енді біздерде 201 бұл сәтті құрылған деген мағынаны білдіреді. Яғни біз 201 статусын қайтарамыз. Ал егер бізде сериализатордың жауабы қате болған жағдайда, біздер қатені қайтару керекпіз. Сол үшін serializer error істеймізде статусты 400 деп береміз. Бұл қате сұраным дегенді білдіреді. Біз регистрацияға view сетімізді жазып шықтық. Енді осы view'ді бір қандай да бір жолға бекіту керек. Сол үшін біздер users'ın ішінде URL spy файлын ашамыз. Және URL spy файлын ішінде ең алдымен қолданатын кітапханаларымызды бұл жерге жазып алайық. From Django URLs pass және include керек. Келесі біздер from users import views деп views'ты аламыз. Және мына жерде URL patterns деген нымалы ашамыз. Ол бізде тізім лист болу керек. Және осының ішіне пас ашамыз. Мысалы, register деген жол арқылы біздер осы user registration as view деп алып тіркейміз. Және осыны енді алып біздер мына суреттердің ішіндегі URLs-қа тіркеу керек. Оны біздер ерекше жасағымыз келеді. Яғни мына жерге біздер бірден версиялаумен бірге жасайтын боламыз. Себебі егер болашақта регистрация өзгеретін болса, сол кезде біздер жаңа регистрацияның версиясын оңай қосып кету үшін жасаймыз. Мысалы, pass API v1-ден кейін бұлай жасайық. Include'ды біздер мына пастың қасынан бірге берсек болады. Және осының ішінде pass деп тағы береміз. Include users URLs дейміз. Яғни біздер енді осы жерден бірге көріп тұратын болады. Оған дәлел жасайтын болсақ, мына URL паттерндарды print жасап көруге болады. Мысалы, print URL patterns дейміз. Мына жерде серверімізді қосайық. Міне бізде қандай URL-дер бар, соларды көріп отырамыз. Міне API v1 деген URL бар бізде. Енді серверімізді қосқаннан кейін Postman арқылы осы API-ге адамдарымызды тіркеп көрейік. Ол үшін мына жерге жаңадан запрос ашамыз. Мен мынаны duplicate жасайым. Және register
registration деп қойық атын. Ол бізде қай жолда, яғни API v1 ішіне кіреміз, register деген. Енді оған еш нәрсе жібермей басып көрейік. Бізде 500-ші қате шықты. Бұл қате нені білдіреді? Яғни бізде get full path with slash деп жазылып тұр. Яғни біздерге әрдайым сұраныстан кейін слэшті қою керек дейді. Енді қандай қате шығарып тұр? Бұл қатені шешу үшін біздер settings REST frameworkқа мына жолды қосамыз. Default authentication classes дегенде. Және ол REST framework міне осы жолдан осыны алып тұру керек. Енді жаңартам. Мына жерде яғни permission'да емес, бұл authentication classes дегенде болу керек. Қайтадан серверімізді бастаймыз. Және запрос жіберіп көрем. Міне менде мынандай нәрселерді сұрап тұр. Яғни мына first name жоқ, last name жоқ, бұлар міндетті деп жазылып тұр. Егер слэшті алып жазғымыз келетін болса, онда негізі мынандай лайфхак бар. Осы settings файлының соңына append /false деп жазасыздар. Және серверіңіз жүріп тұрғанын бір тексеріп, енді қайтадан запрос жіберіп көреміз. Так. Себебі мына жерде бізде соңында слэш кетіп қалыпты. Осыны алып тастап көрейік. Не бізде енді жасады. Енді осы жерде қандай нәрселер сұрап тұр, соны толтырайық. Алдымен адам атын беру керекпіз. Адам аты мысалы Айдос. Оның фамилиясы мысалы Ерғали деп қойық. Username Айдос деп берсек болады. Email Айдос. Жай ғана мысал ретінде жазып жатырмын. 1-ден 4-ке дейін деп көрейік. Сұрауымызды жібереміз. Жауабында міне user registered successfully деп шықты. Және бізде осы Айдос деген адамның аккаунтын көрсетіп тұр. Оның ID-і жаңағы біз берген деректер username, email. Енді осы Айдос үшін токен алып көрсек, Айдос барлығы жасап тұр. Ал егер мен басқа пароль жазып қоятын болсам, ол қате деп көрсетеді. Яғни бұл жасап тұр деген сөз. Енді регистрацияны автоматты түрде өзгертуге болады. Ол үшін біздер мысалы мына жерлерге Postman'ның рандом генерация жасайтын айнымалыларын пайдалансақ болады. Мысалы random first name. Мына жерге біздер random last name дейміз. Мына жерге random username. Мына жерге random email. Ал пароль, мысалы, барлығына 1-ден 4-ке дейін деп қоя салсақ болады. Енді мен қайта-қайта send деп басқан кезде жаңада адамдар регистрация жасайтын болады. Мінекей. Әртүрлі жаңа адамдар базаға тіркеліп жатқанын көруге болады. Бұл яғни біз user registration'ды бір жолмен жасап шықтық. Енді одан басқа екінші жолы бар. Ол екінші жолы негізінен функция тәріздес етіп жасауға болады. Бірақ бұл функция тәріздес кең танымал емес. Сол себепті мен бірден generic viewsetтерге көшем. Generic viewsettер деген, яғни осындай жағдайларға алдын ала дайын кодтар жазылып тастаған. Сол кодтарды сіздер дайын күйінде пайдалансаңыздар болады.
Ол үшін мынандай өзгерістер енгізу керек. Ең алдымен біздер viewsetтерді класстарға импорт жасауымыз керек. Яғни REST Framework статуспен бірге viewsets деп береміз. Енді осы viewsets'тің ішінен model viewset шақырсақ болады. Model viewset'ті ашып көретін болсақ, ол міне ішінде create, retrieve, update, destroy, list деген мексендерді пайдаланып тұр. Біздер model емес, тіпті тек екеуін ғана пайдалансақ болады. Яғни ол екеуін пайдалану үшін бұл мексендерді көшіріп аламыз. Және осы жерге әкеліп қоятын боламыз қазір. Ең алдымен бізге generic viewset керек. Және create model mixinді ғана пайдалансақ болады. Себебі бұл create model mixin ішінде мінекей create деген бізде дайын код бар. Бізге артық код жазып керек емес. Класс үшін қандай сериализаторды пайдалану керек, сол сериализаторды ғана берсек болады. Ол үшін біз былай жасаймыз. Post деген методтың орнында біздер create деген метод пайдаланамыз. Create'дің ішінде тура осылай сериализаторды алсақ болады. Бірақ оның алдында біздер мына нәрсені жасап кетейік. Generic viewset деген, яғни бұл жерде бізге дайын айнымалылар береді. Осы айнымалыларды динамикалық түрде пайдалана аламыз. Мысалы, қазір мына жерде бізге query set деген айнымалы бар. Осыны толтырсақ болады. Models'та импорт жасаймыз. Және екінші айнымалы serializer класс. User serializer. Енді create деген ішінде біз create көретін болсақ, мына кодты көшіріп алсақ болады. Мына жерге қоямыз. Мына жерде біздер get serializer деп мына serializator классын аламыз. Және isValid деп мына тексерісті тексереміз. Біз бұл жерде if арқылы жаздық, бірақ res exception дейтін болсақ, ол ішінде қате шыққан жағдайда ары қарай кодымыз орындалмайды. Осы жерден қатеміз қайтатын болады. Бірақ біздер былай жасаймыз. Осы if-тің орнына res exception true деп қайтарамыз да, енді келесі кодымызды осы жерге жазатын боламыз. Serializer safe болса, мінекей, негізі ол мына perform create деген ішінде болады. Міне serializer safe. Бірақ ол бізде объектін қайтармайды, return деген жоқ. Сол себепті біз бұны өзімізге ыңғайлы етіп жасақ болады. Мынаны кетіріп тастаймын. Және қалған кодты осы жерден алсақ болады. Енді мына постты біз комментарийге алып қойайық әзірге. Немесе енді біз мына постты кетіріп тастай берсек болады. Енді біз URL-ге барып, мына жерде өзгерістер енгіземіз. Қазір бірінші жасап тұрған тексеріп жіберейік. Міне қателіктер шықты. Себебі бұл жерде біз as view деп ала алмаймыз. Яғни біз оны өзіміз көрсетуіміз керек. Әрбір оның жұмысын көрсетіп отыру керек. Яғни мынандай етіп get list, post create деп бір-біріне біріктіру керек. Яғни біз посттың орнына create пайдаланып тұрсақ, біз былай жасаймыз. Get деген бізде жоқ, тек пост қана бар. Тексеріп жіберейік. Яғни серверіміз тоқтатып қайттан қосайық. Жасады. Міне бізде Сабина деген жаңадан адам қосылды. Яғни кодымыз жасап тұр. Немесе енді default routerді пайдаланып жасап көрсек болады. REST Framework routerдан default router шақырамыз. Мына жерге routerді
инициализация жасаймыз. Және роутер регистр деп, регистр деген роутерге мына API-ді береміз. Мына URL паттернге біздер жаңадан осы роутер URL-ын қосамыз. Яғни pass include router URLs. Мынаны әзірше комментарийге салсақ болады. Енді жасай ма, жасамай ма, соны тексеріп көреміз. Біздерде слэш жасау үшін мына жерге trailing slash false деп жазамыз. Енді серверімізді тексеріп көрейік. Жасап тұр. Яғни бұл бізде енді қалған API-лерімізді біздер осындай generic USET-тер көмегімен жасайтын боламыз. Себебі олар өте ыңғайлы. Енді сабақты қорытындыласақ болады. Кодымызды тексеріп шығайық. Settings-та біздер мына қателікті дұрыстадық. Simple GVT, так, append/false деп бердік. Ол, яғни біздегі API view үшін ғана жасалынды. Бұл тұра берсе болады. Болашақта керек болуы мүмкін. Келесі суреттердегі URLs пайдың ішіне біздер версиялау қостық, және ол версиялаудың ішінде регистрацияны жасадық. Яғни, оны ескі регистрацияның роутын кетіре берсек болады. Және келесі өзіміздің view сетімізді жаздық. Яғни регистрацияға арналған. Және регистрация үшін сериализаторда логикасын жазып шықтық. Енді әртүрлі жағдайларын тексеріп көрейік. Мысалы, мен қазір password confirmation-ға басқа код берем. Міне 4-ші қате шықты. Password field don't match деген. Яғни екі парольдеріміз бір-бірімен сәйкес келмей тұр деп тұр. Бүгінгі сабақтың қорытындысында осы өзгерткен өзгерістерімізді commit жасап, өзіміздің develop тармағына салуымыз керек. Add registration API dig. Commit жасаймыз. Және developқа push жасаймыз. Сабақты көргендеріңізге рахмет. Енді келесі сабақта біздер қай адам осы access токенмен авторизация жасады, соның API-ін жасайтын боламыз.